Қайырлы күн қымбатты көрермендер, сіздермен пайдалы арна каналы. Бүгін сіздермен таңғы астың дәмді және пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар достар. Күнделікті болмаса да, демалыс күндері таңғы ас жасау үшін таптырмас рецептерді сақтап алуға кеңес беремін. Ең бірінші, сұлық ауызынан өте пайдалы және тойымды таңғы астан блинылар жасаймыз. Табаны ең басында бір рет қана өсімдік майымен майлаймыз, және де массамыз қоймалжың болғандықтан қасықтың көмегімен біркелкі етіп табанның бетіне жаюға көмек береміз. Блиныйдың әр жағын қоңырқай түске енгенше 2-3 минуттан ғана пісіріп аламыз. Блинайды кері айналдырып, ішіне ірімшік сүзбесін толығымен жағып шығамыз. Сүзбені қолдан қалай жасау керектігі туралы видео менің каналымда бар. Видеоның астында қосымша сілтемесін қалдырамын. Бұл рецепт бойынша 3 блины шығады. Ортасындағы салмасына тауық етін, қызыл балықты, қуырылған қызыл балықты, аскөкті, қиярды, немесе авокадоны салуға болады. Мен блинылардың салмасын әртүрлі етіп жасадым. Біріншісіне қияр мен қуырылған қызыл балықты орадым, екіншісіне тек қана қиярды орадым. Екінші кезекте пеште пісірілген жұмыртқа. Жұмыртқаның ішіне қалауларыңызға қарай тауық етін, кептірілген тауық етін, тағы да басқаларды қосуға болады. Ірімшікті үккіштің үлкен тесігінен өткізіп аламыз, және әсемдеуге, әрлеуге қажетті көкөністерді жуып дайындап аламыз. Пеште піскен жұмыртқаның жан-жағына кез келген үйдегі бар заттарды қосып, әсемдеп әрлеп, таңғы ас жасай беруге болады. Тура видеодағыдай жасау міндетті емес. Үшінші кезекте жұмыртқадан скрэмбл жасаймыз, және жан-жағына өзімізге ұнайтын көкөністерді қосуға болады. Мен осы жолы брокколиді қосуды жөн көрдім. Брокколиді әдемі қытырлақ етіп дайындау үшін қайнап тұрған суға молырақ тұз қосамыз, және де брокколиді тек қана 2 минут қайнатамыз. Брокколиді көп қайнататын болсақ, оның бойындағы дәрумендері
өз күшін жойып кетеді. Ыстық судан шығарғаннан кейін брокколиді 1 минуттай суық суға салып қоямыз. Орташа отта қызып тұрған майдың үстінен дайын массамызды құямыз. Жұмыртқаның асты кішкене табаға ұсталған кезде лопатканың көмегімен жан-жағынан итеріп ортаға қарай жинақтаймыз. Скрэмбл пісірудің ерекшелігі жұмыртқамыз қатты пісіп кетпейтіндей үнемі араластыра отырып, ылғалды кішкене түйіршіктелген масса жасалуы қажет. Осымен өте пайдалы және тойымды таңғы астарыңыз дайын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Назарларыңызға көп рахмет. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, достар.